Байлар да жылайды. 3 бөлім. Сол күні әр ойланып, бер ойланып шақша басым шарадай болды. О баста өз пәтеріме кетіп қалғымақ келген, бірақ бәйбішенің сөзін қимадым. Ал анау Ақбастың бар жоғы мен үшін бір тиын. Маған қызық боп тұрған мына келіншек. Өзі доктормын дейді. Ал доктор болу ол менің де арманым. Сосын оқытамын дейді. Ол аздай осы үйде тұра бер дейді. Тіпті аулада тұрған менің көлігіммен жұмысыңа барып кел дейді. Не деген батпан құйрық, не деген жомарттық бұл деймін. Мұның бір қызығы осының бәрі түстей боп көрінсе де өңімде болып жатқаны. Енді бәрінде ой елеңнен өткізіп көрдім. Екі ойлы боп жатып ұйқыға кетіппін. Оянып кетсем таң атуға аз қалыпты. Қаншама қонақжай дегенмен де кісінің үйінде жата бергім келмеді. Орнымнан тұрып терезеден далаға көз жүгірттім. Анадайда алып қаланың зәулім үйлері мен мұндалап тұр. Ал аулада күйбеңдеп жүрген ол кешегі Ақбастың өзі. Үй бұрышындағы кішігірім спорттық алаңда асыр сап ойқастап жүр. Міне қызық, жасы 40-тан асып кетсе де денесі тығыз, қозғалысы ширақ екен. Бұйдаланған бұлшық еттері жиырылып, нағыз орда бұзар еркектің тап өзі. Тек 2 самайын жапқан, ақ шашы бар демесеңіз, дене бітімі өте мығым. Бірақ мен мұның несін айтып отырмын? Бұл адамнан маған келер пайда бар ма? Тіпті бұл адам жайлы тап қазір ойлағымда келмейді. Кенеттен сол жағымнан жеткен қайырлы таң сіңілім деген сөз ойымды бөліп жіберіп жалт қарадым. Мынау менің кешегі әпкетайым ғой. Жақындап кеп қапсыра құшақтап шашымнан иіскеп жатыр. Айпыр-ай деймін, бұл неткен мейірімді жан дерсің. Сондай-ақ Ақбас айтқандай сұлудың да сұлу өзі. Күлімдеген көздері қиылып, басына тартқан орамалдан қап-қара қолаң шашы төгіліп тұр. Тапна келіншекті 40-тан кеткен дегенге сенудің өзі қиын. Өйткені киген киімін, сөйлеген сөзін, жүріс-тұрысын көргенде қан сарайындағы қаншайым ба дерсің. Тек сылбыр басып жай қозғалғаны болмаса, сырт көзге оғаштау ештеңе байқалмайды. Оны да жоғарғы қабаттағы баспалдақтан сырғып түскенде аңғарғанмын. Тіпті де жай қозғалады екен. Демек денсаулықтың бір сыры бар болса керек. Оның үстіне үй ішінде жүрсе де басынан орамалын тастамайды. Не болса да мұның да жауабын өзі айта жатар. Қазірше жүре тұрайын деп үстел басына отырып таңғы асты бірге іштік. Міне сонан соң кәдімгі ас бөлменің тіршілігі басталды. Мен де қолымнан келгенше көмектесіп бақтым. Ал әпкетайым сылаңдаған бай қатын болса да үй тірлігіне өте мықты екен. Әңгімесін айтып жүріп тынатын түрі жоқ. Сөйтіп жүргенде қолына бір уыс газет-журнал ұстаған Ақбас келіп үстелге отырды. Сіңілім, Сәкеңе шай құйып берші дейді. Енді мұнысы біртүрлі ыңғайсыз екен. Қатыны қасында тұрып мен шай құйып беруім керек пе сонда? Бірақ не дейін, жоқ дей алмадым. Сүт қосылған шайды құйып Ақбастың алдына қойдым. Сол аралықта әпкетайым да келіп, үстелге жайғасып үлгерді. Сонымен үшеу ара әңгімеміз басталды. Дәрілеріңді іштің бе жаным дейді Ақбас бәйбішеге қарап. Басын жай ғана изеген бәйбіше сөзді бұрып әкетті. Сәке, күн суытып келеді. Сіңлімнің жұмысы алыс қой. Менің көлігімнің кілтін беріңіз. Барып кеп жүрсін дейді. Әй-шәй жоқ. Мына сөзге қорқып кеттім. Өйткені ол кезде мен көлік жүргізу түгі көліктің түр-түсін білмейтін кезім. Тіпті қалай оталдыруды да білмейді екенмін. Үзілді-кесілді бас тарттым. Бірақ менің қарсы шыққаным түкте шешкен жоқ. Үйреніп кетесің сіңілім, өзім жүргізіп үйретемін деген әпкетайым қарсылығыма қарамай көлік сыйлады. Осылайша менің басыма бір күннің ішінде бақ қонды.
Қысқасы, осы отбасының бір мүшесіне айналып шыға келдім. Арадан 3 күн өткенде қаладағы жалдамалы пәтерден қала сыртындағы үлкен үйге көшіп өттім. Сонда ғана өз көзіме өзім сене бастадым. Әрине, бұл үйге келген соң бәрі басқаша болды. Кейде Ақбасқа еріп қаладағы дүкендерден азық-түлік алсам, кейде әпкеммен бірге киім алуға баратын болдым. Сөйтіп жүріп көлік жүргізуге деген құштарлығым оянып, оны да үйрене бастадым. Міне, осылайша кешегі жүрген жай медбикеден осы қалада 7 дәріханасы бар бизнес-ледиге айналдым. Ал енді мен бұрынғыдай Ақбасты жатырқауды қойдым. Тіпті ескі танысымдай емін-еркін сөйлесетін дәрежеге жеттім. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл жақындады. Менің мына үйге келгеніме де 2 айға жуықтады. Бұл енді бәрі таныс, бәрі үйреншікті болып қалған кез. Қысқасы, өз жұмысымды білемін. Үй тірлігінің бәріне қараймын. Қалаған ақшамды алып керегімді сатып аламын. Үйге деген азық-түлікті де өзім әкелемін. Көлікті де өзім жүргіземін. Соңында әпкетайыммен ақылдаса келе жұмыстан да шығып үлгердім. Оқимын да демедім. Ол оқудан өзім бас тарттым. Өйткені сырт көзге оп-оңай көрінгенімен дәріханадағы бизнес ешқайда мойын бұрғызбай қойды. Күніне миллиондаған ақша айналған дәріханалар тынымсыз еңбекті талап етті. Міне, осылайша мен мына отбасының толыққанды мүшесі болып бекідім. Сонымен жаңа жыл келді. Шетелден қыздарым келеді деген әпкетайым құрақ ұшып зыр жүгірді. Араға 2 күн салып екінші қызы жетті. Европаның қаржы орталығы болып саналатын Лондоннан жалғыз өзі ұшып келді. Ал үлкен қызы жұмыс бабымен Америкаға кетіпті. Осылайша Эльмира атты қызымен таныстым. Бұл мына Сәкеңнің екінші қызы. Мұнысы сол Лондонда жетілдірілген лицейде оқып жүр екен. Бір қызығы, бұл қызда адам жатырқауды білмейтін ақ көңіл ақ жүрек болып шықты. Әкесіне тартқан ғой дейді әпкетайым. Шынымен де ойында түк жоқ, өте жақсы қыз. Өйткені біздің Сәкеңнің өзі сондай адам. Міне, естіңіз бе? Бұрынғы мен Ақбас деп атап кеткен адам маған Сәкең болғалы қашан. Бірақ ол кімнің Сәкеңі деңіз? Енді ол біздің Сәкеңге айналды. Өйткені мен осы адамға қатты үйреніп бауыр басып кеттім. Тіпті жоқ бола қалса іздейтінді шығардым. Көзге көрінбесе де, сезім деген сиқырдың бар екені рас екен. Қызғанатынды шығардым. Қызғанғанда да қатты қызғанатынды шығардым. Ал енді кімнен қызғанасың деңіз? Әрине, бәйбішеден басқаның бәрінен қызғана бастадым. Тіпті соңғы күндері мені қатты ой басып жүр. Осы біздің Сәкең сонау Ақбас боп тұрғанында ту сыртымнан аңдып соңымнан қалмай қойған еді ғой. Тап қазір ол үйде жоқ. Кешке дейін үйде болмаған. Сонда бұл қайда жүр өзі? Әлде біреулерді мендей ғып сырттай аңдып жүрген болмасын. Ал шетелден келген қыздың кеткені қашан? Әпкетайым да қызы кеткелі тұйықтанып алған. Тіпті бүгін таңғы асқа тұрған жоқ. Ол аздай біздің Сәкең де бәйбішенің бөлмесінен шықпай біраз жүрген. Қап бәлем-ай, қарай тұршы өзің. Сен қазірше ғана біздің Сәкеңсің. Әлі-ақ көре жатармыз. Сен үшін тап мына әпкетайымнан асып түспесем де кем түспеспін. Қазірше үндемей жүре тұрайын. Қысқасы, мен осылайша есімнен адасайын дедім. Бірақ осының бәріне мына әпкетайымның өзі кінәлі. Сөзге келсе болды, Сәкеңді мақтап, мені оған итермелей түсті. Сол міне өз жемісін берді. Өйткені қараңдаршы, енді кеп өз бөлмесінде ұстап отыр, шығармай отыр. Тап сол кездері осындай сөздерді айтуға қалайша аузым барғанын білмеймін. Әйтеуір бір тылсым күш өн бойымды билеп алды. Енді мен қалай болғанда да өзімнің Сәкең қылуға дайындала бастадым. Өйткені мұндай еркекті ешкіммен бөліскім келмейді. Менікі деген ол тек қана менікі болуы керек. Қысқасы,
бас аяғы 3 айда мен сондай эгоистке айналып қызғаныш деген қызыл итті жетектеп жүрдім. Ал әпкетайымның болса соңғы күндері сыңсуы көбейе бастады. Әрине мұның бәрі мен үшін емес, денсаулығының нашарлағаны болды. Бұрынғыдай бөлмесінен көп шыға бермейді. Мені көргенде ғана еріксіз жымияды. Бірақ жүзі солғын тартып, көз жанары кәдімгідей сөніп бара жатты. Соңғы күндері мен мұны аңғарып жүрмін. Менен қанша жасырып баққанымен Құдайдан қалай жасырсын. Көз алдымда күн санап төмендей берді. Бір күні түскі асқа енді бас қойғаным сол еді. Үйге асыға жеткен Сәкең зып беріп өз бөлмесіне жетті. Соңынан іле-шала ақ халатты доктор кірді. Мынадайды көргенде қалай ас батсын. Мен де орнымнан тұрып асханадан шықтым. Сонан соң Сәкеңнің қол бұлғағанын көріп, сол бөлмеге жетіп бардым. Құдай сақтасын, әпкетайымның тас төбесі кәдімгідей үңірейіп тұр. Мына сұмдықты көргенде шошып түстім. Тұла бойым мұздап, денем түршігіп кетті. Мұздамай қайтсын, тас төбесі бас сүйексіз миы көрініп тұр. Ал әлгі доктор болса сол басқа ем-домын жасап жатыр. Мұны көргенде көзімнен ытқып жас төгіліп кетті. Шыдай алмай сырт айналдым. Сонан өз бөлмеме кеп жылап жатқаннан басқа амалым қалмады. Алла, өзің жар бола көр. Ешкімді де өлімге қимайды екенсің. Бірақ сұм ажалдың құрығынан құтылған кім бар дейсің? Басқа салғанды көз көрер деген әпкетайымның да дәм-тұзы көтерілгелі тұрғаны ғой. Тап осы сәт қан тағындай тұғырдан ұшып тар табытқа түскелі жатқан сияқты. Мен бейбақ басынан тастамайтын орамалдың астында мынадай сұмдық жатқанын сонда ғана түсіндім. Жалғасы бар.